Бүкіл нәрсенің әдебі болады. Тамақ ішкеннің әдебі бар. Оң қолмен ішесің, бисмилля деп ішесің, алдында қол жуасың, одан кейін барып асқыбай жейсің. Әжетхананың да әдебі бар. Сол аяқпен кіресің, дұға оқып барып кіресің, одан кейін оң аяқпен шығасың деген сияқты. Ұйықтағанда да қолыңды былай қойып жатасың, оң иығыңмен жатасың, қыблаға аяқ созбайсың, бисмиллахир-рахманир-рахим деп құл хуаллаху ахадты 3 рет оқып, нас фалақ 3-4-еуін қайта-қайта оқып, содан кейін Құдайға сиынып жатасың, дәрет алып жатасың, сонда жақсы түстер көріп, ісі дұрыстың түсі дұрыс осындай әдебі бар. Енді кәсіптің де өзінің әдебі бар екен. Кәсіптің де өзінің әдебі бар. Жұмыс істеудің өзінің әдебі бар. Жұмыс, құрметті ағайындар, Алланың берген нәсібесі, ырзықсы, бұл сіздің өміріңіздің мәні болмау керек. Осыны түсініңіз. Адамды көтеретін кресло мен так на погон емес. Адамды көтеретін Алла болады. Және адам сол жұмысты көтереді. Егер мені жұмысым көтерді, жұмысымның арқасында мен елге танылдым, мен жұмысымның арқасында адам болдым десе, онда сенің жаратушың сол болып қалады. Пайғамбарымыз айтады, кім Құдайдан мені жоғары қойса, соны мен сыналады. Менің жұмысым деп өліп жүрген адамдарды, жұмысты Құдайдан жоғары қойған адамды Аллах Тағала сол жұмысымен сынайды. Көрсеңіздер. Қалай? Қорқады, біреу жұмысын тартып ала ма, мен шығып кетсем біреуді алып қоя ма, ешқайда кеткісі келмейді, біреу тартып алар ма екен, біреу жол қояр ма екен, біреу маған арыз жазып қояр ма екен деп, ертеден кешкеннен кейін Құдайдан емес, сол жұмысынан қорқып өтеді. Егер Құдайдан жоғары балаңды қойсаң, сол балаң сенің сорың болады. Тапқан таянғаныңды балаңа бересің, тапқан таянғанын соны аузына саласың, одан кейін барып ол школда таяқ жейді, бір нәрсені қиратады, елге барады, сотталады, ана істейді, мына істейді, өле-өлгенше сол баланы сенің Құдайдан жоғары қойғаның үшін Алла сені сол проблемаға байлап қойды. Қай нәрсені Құдайдан жоғары қоясың, сен сол нәрсемен сыналасың. Әйеліңді, махаббатыңды Құдайдан жоғары қойсаң, болды, проблемаң осы болады, сен шыға алмай қаласың. Кешке дейін аңдып, жаным күнім, тамақ іштің ба, үстің ба, алдынан шығып, артынан шығып, біреу қарап қойса, неге қарап қойдың, неге бүйттің, сөйттің деп, ертеден кешке дейін соны аңдып, телефонын аңдып, өліп қаласың, жұмысың сол болып қаласың. Сондықтан Аллах Тағала өзінен жоғары еш нәрсені, құрметті ағайындар, жоғары қоюға рұқсат бермеген екен. Неге? Өйткені Алла Субханала Тағала ғана сізбен бізге қайтарған нәрселері бар. Сізбен бізді алға қойған, үйреткен нәрселері бар. Солардың ішінде кәсіп істеген адамның аузында кәсібі берекелді болсын үшін 3 нәрсе болмасын дейді ғалымдар. Біріншісі, тілінде өтірік болмасын дейді. Тілінде өтірік болмасын. Салтқан кезіңде бір нәрсені алсаң, сатсаң, жұмыс істесең, қандай да жұмыс істесең, өтірік айтпа дейді. Жаңағы мынау китайский, мынау бұл да китайский, бірақ оригинал китайский, екеу біреу бірақ. Мынау бұл турецкий, ол да шығарасың, ол да сол бірақ. Бұны турецкий деп сатасың. Өзің біліп тұрсың қандай екен. Соны жалған айтуың сенің бұл кәсібіңде сорлық қалуыңа себеп болатын нәрсенің біреуі осы. Екінші ғиш деп айтылады. Ғиш бұл да енді жалғанға келеді, бірақ көз алдау деген сөз. Көзді бояу деген сөз жаңағы жасыру, айыбын жасыру. Сиыр сататын болсаң, яки машина сататын болсаң, қазіргі кезде машинаның жаңағы моторы ұстып беріп, май жейін деп тұрса, жоқ, километр, 100 мыңды жүріп береді, 10 мың жүріп береді, ауыстырмайсың деп, мақтап сатып жібергенің сол ғиш болады. Сол тапқан ақшаң саған сіңбей, бойыңа сіңбей, оны ары қарай алған адамға дарымай, одан сен тапқан өз екінші нәрсеге жұмсасаң, оған дарымайтын себебі осы да болады. Бұл екі. Үшіншісі, қасам ант ішпесін дейді. Ант ішпесін. Сатып тұрған адам ешқашан шама жеткенше ант бермеуге тырысу керек. Мейлі Құдайдың атымен, мейлі Құранның атымен, мейлі бала шағаңның атымен, мейлі Ленин Сталиннің атымен, мейлі қызыл ұста, көк ұста, жер жарылып кетсін, аспан айланып кетсін деген сөздердің барлығын
жинастырып жауап қою керек. 100% сенікі дұрыс болса да жақсы сөз айту керек. Қасам ант ішпеу керек, тырысу керек. Жаңағы өздеріңіз көрген, мен бала кезімде көрген бір кісі бар еді. Қазір дүниеден өтіп кетті. Бұйырмасын дейтін. Кім не сұрап келсе, бұйырмасын жоқ дейді. Субханалла, ең бай бақуатты адам болған сол. Енді байлардың айтатын сөзі ғой, жоқ, бұйырмай, жетпей жатыр дейді. Жаңағы жаяу адам велосипед алсам дейді. Велосипедке жеткеннен кейін машина алсам дейді. Машина алғаннан кейін 470-570 алсам дейді. 560 алғаннан кейін нағып алдым, мынадай бензин құя алмай жатырмын дейді. Фундамент соғып үй бітіре алмай жатырмын дейді. Үй бітіріп алса, нағып бітірдім, бұның бәрін жылтамай жатырмын дейді. Сөйтіп өмір өтіп кете береді. Өмір сөйтіп өтіп кете береді. Сондықтан тура сол сияқты бұйырмасын, ана бар ма жоқ бұйырмасын. Сол адамға не дүниесі, не тапқаны, не тұқымына еш нәрсе бұйырмай кетті. Өйткені пенде аузымен өзі тілеп алған. Бар ма десең жоқ. Жай айтуға болады ғой, жоқ деп. Жоқ, өліп кетейін, бұйырмасын, бұйырпын. Өлдің, иншалла тілегі қабыл болды, ол да болды, бұйырмасын деді, ол да қабыл болды. Сондықтан адам бұндай сөздерді айтқаннан қашу керек болады.